Қайырлы күн, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін өте дәмді әрі бір дайындағаннан шығатын сырники дайындайтын боламыз. Сырники дайындағанда ең маңыздысы ол сүзбе. Сүзбеміз құрғақ болуы қажет. Ең бірінші сүзбені езіп аламыз вилкамен немесе блендермен. Одан кейін қант, ұнтақ жармағын қосып араластырамыз. Одан кейін жұмыртқаны салып араластырамыз. Массамыз дайын болғаннан кейін үстелге кішкене ұн сеуіп, қолымызбен домалақтап аламыз. Одан кейін бокалдың көмегімен немесе мен сияқты домалақ форманың көмегімен сырникидің пішінін жасап аламыз. Табаға кішкене ғана май құйып, баяу отта пісіріп аламыз. Екінші бетіне аударған кезде табаның бетін жауып қоямыз. Осымен біздің сырники дайын. Ас болсын, каналыма жазылып лайк басуды ұмытпаңыздар.